ChatGPT'nin көмегімен ертегілерді ұлттық нақышқа киіндіруге болады. Мысалы, мен ChatGPT-ға кіремін. ChatGPT-ға ұсыныс жасаймын. Орыс ертегісіндегі бауырсақ ертегісі маған ұлттық нақышқа киіндіріп беріңізші. Мен алдын ала Google-дан ұлттық киімдегі қызды мен ұлды таңдадым. Одан кейін ChatGPT маған осындай ертегі дайындап берді, ұлттық нақыштағы ертегіні. Мысалы, ChatGPT-ға мен осы ертегілерді ұсыныс жібердім, маған ChatGPT осындай қазақи ұлттық нақыштағы ертегі дайындап берді. Аңдар мен адамдар өмір сүріпті. Олар бірі-бірімен тату-тәтті өмір сүріпті. Бір күні сол елге компьютер қонаққа келеді, жасанды интеллект. Мен жасанды интеллектім дейді, мен сендерге қазақ елін білесіңдер ме дейді. Олар аңдар неме дейді? Я, білеміз дейді. Сол қазақ елінің сендер ұлттық киіммен таныстырғым келеді дейді. Сендер ұлттық киіммен танысқыларың келе ме деп сұрайды. Я, біз ұлттық киіммен танысқымыз келеді дейді. Олай болса, мен сендерге үстеріне қазақтың ұлттық киім кигізіп берейін дейді. Кейіпкерлер жарайды деп келіседі. Балалар, қараңдар. Жасанды интеллект түлкіге не киіндіріп берді балалар? Тақия, шапан, дұрыс айтасыңдар. Аюға не киіндіріп берді балалар? Тақия, шапан. Қасқырға да солай киіндіріп берді. Қараңдаршы, жан-жағында не бар балалар? Оюлары бар екен, Міне. Дұрыс айтасың. Міне, аюдың киім көрдіңдер ме балалар? Біздің ұлттық оюлар безендірілген екен, аюдың. Балалар, сендер білесіңдер ме ұлттық киімдерді? Не, аңдар да, адамдар да жасанды интеллектке мәз болады екен. Біз енді ұлттық киімді білетін болдық қой деп. Балалар, қараңдаршы. Жасанды интеллекттің көмегімен бізге аңдар мен адамдарға не киіндіріп берді? Ұлттық киім кигізіп берді екен.